Барлығына салам достар, сендермен мен Духа. Мені бүгінгі видеомда қош келдіңдер. Бүгінгі видеоның тақырыбын көріп тұрғандарыңдай біз Путь бомжа бастағалы жатырмыз. Осы Путь бомжа 10 сериядан тұрады және де алғашқы 10 миллион қалай табу керектігін айтатын боламын. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз достар. Ал мұнда ең бірінші кірген кезде бізде дядя Михайлович шығып тұрады. Сол жерден любой біреуін таңдай берсеңіздер болады жұмыста. Мысалға шахта болады, шахтада андай ары-бері тастарды апарып деген сияқты нәрселер болады. Ал мұнда заводта болса, там тоже бір нәрсе материал алып тағы бір нәрсе істейсің. Ал фирмада болса, андай бір көліктермен ары-бері ара шағу, ара заттар анамын істейсің үшін. Біз ең алдымен доверитесь на работу деп тұр, біз жұмысқа баратын боламыз. Өзіме ең жақыны болғасын осы заводқа келдім. Қазір заводқа кіреміз де киімімізді ауыстырып, жұмысты тезірек бастап тастайтын боламыз. Ал біз уже бастадық. Қазір ана жерден материалды алып, ары қарай жұмысымызды жалғастыра беретін боламыз. Сіздерге бұл жер қызықты емес шығар, сондықтан мен скорості қоямын. Біздің жұмыстағы ең алғашқы миссиямыз 1000 рубль табу болғасын, біз 1000 рубльді таптық. Ал енді қазір жұмысымыздан шығып ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Достар, мұнда доверитесь до магазина 24 зеттеп тұр. Оғанға шейін бізде осындай қалай уровень көтеру керек деген сұрақ туғанда да, енді қазір осы жерден квест деген команда арқылы осы квесттарды орындап, XP жинап уровеньдерінде көтере аласыңдар. Магазин 24-7-ден аптечка алған болатынбыз және оны қабылдап жасадық. Ал мұнда біз уже одежда ұстадық, яғни кидік. Енді осы арқылы бізге 5000 рубль сыйға тартты. Ал бізде уже келесі миссия, яғни автошколаға келіп жеттік. Қазір осы жерден баг болғаннан кейін, дядя Михайловичтің багы болғаннан кейін осы жерден скутер алып алатын боламыз. Енді ары қарай автошколаға кіреміз. Бізде автошколаға кірейін деп атсам, осында штрафы деп тұрады. Біз болсақ, мына жерде банкоматқа кіріп, оплата штрафа осы сарымен тұрғандарды басып, бізге плюс 7000 рубль болатын болады. Тесті өтіп тастадық. Енді қазіргі осы машинамен тезірек жүргізетін боламын. Оны сіздер керек емес сияқты деп ойлаймын. Тестті айтпақшы, скоро новыйдан видео салам. Қалай блокировщикта право алады деген, соны бұйырса көретін боласыздар. Алғанға дейін бізде осылай тезірек скотчпен өткізіп тастайық. Правамызды алдық. Енді кезек автосалон низкий классқа келеміз де, анау жаңағы залзикімізді аламыз, яғни 20 000 рубльға ең арзан көлікті алатын боламыз низкий класстан. Қазір мен сіздерге көрсетіп жүрген қалай алу керектігін. Кремс аз 968 дегенді аламыз. И все, бізге плюс 10 000 рубль, бірақ 20 000 рубль минус болады. Және де бізге бір XP береді қосылған. Қазір осы жерден залзигімізді шығарамыз. Қазір мен осылай басам, и сбросить на парковку басамыз да, қайттан шығарамыз, и бізде квест орындалды.
И, короче, откройте дверь с транспорта деген тұр. Короче, және достар, менің жанымда осы Нұрасыл деген бала бар. Оның аты Твинг аккаунт ашқанымызда екеуміз бірге дамып жатырмыз, достар. Осы Нұрасыл деген бала екеуміз до конца осы 10-шы серияға дейін дамитын боламыз. Осы путь бомжа 10 серия болады. Оны видеоның басында білесіңдер. Ал ендеше біз жалғастыра беретін боламыз. Ал бізде канистра бензин алуға келдік. Енді одан кейін бізде купите ремонтный набор 24 деп тұр. Бізде осы ремонтный наборды алдық, сосын бізге сразу XP беретін болады. Ал бізде алдын жолы андай қойып қалатын болған. Сол бакты бұйырса осы Black Russian адамдары жөндеп, алдыңғы жолы жөндеп қойған болатын. Осы Black Russian разработчиктарына рахмет айтқым келіп тұр, себебі осы бак барлық адамның проблемасы болған сұрын. Ал бізде Денис Михайловичтің задниесін бітіруге сәл-пәл қалдық. Енді қазір осы жерден осы XPH4 дегенді қазір басып жереміз. И все, достар, доставьте посылку деген тұр, қазір соны апарып тастайтын боламыз. Осы Black Russian'да қалай ең алғашқы бастапқы түсіруге болады деген видео болғасын, қазір сіздерге Денис Михайловичтің задниесін бітіргенге шейін көрсететін боламын. Бізде уже посылканы алдық, енді қазір осы көлікпен, яғни Зазикпен барып, тезірек посылкамызды апарып тастайтын боламыз.